Жасыл ел еңбек жасағының сарбаздары Сырым ауданын көгалдандыруға үлес қосуда. Тәжірибе көрсеткендей, жыл сайын жазғы демалыста еңбек еткісі келетін жастар қатары артуда. Мәселен, биыл бағдарлама шеңберінде ауданда 40 жас жұмыспен қамтылған. Жас келсе іске, міне 3-ші жыл қатарынан жасақ сарбаздары ауданның жасыл желекпен көмкеріліп, ауыл елдің көркеуіне үлестерін қосуда. Олар жас көшеттермен гүл отырғызып, оларды күтіп баптауды да өз мойындарына алған. Арам шөптерді отап, жер қопсытуда жауапты міндет. Бұдан тыс аудан орталығын абаттандыру жұмыстарына да жастар белсенді атсалысуда. Жалпы бұл бағдарламаның мақсаты жастардың күшімен елімізді көгалдандыру, жасыл ағаштармен көмкеру, және де сол жастардың бойындағы отанға, елге деген, табиғатқа деген сүйіспеншілігін оятып, махаббатын бойларына сіңіру болып табылады. Биыл облыс бойынша жасыл ел жасақтар қатарында 1175 жас еңбек ететін болса, соның 40-ы сырымдық өрендер, 18 бен 29 жас аралығындағы сарбаздардың қатарында жұмыссыз жастар, студенттер бар. Өзімнің ауданымның көркеуіне өзімдік үлесімді қосқым келеді. Қазіргі таңда жасыл ел еңбек штабында 16 студент, яғни 16 жұмысшы еңбек етудеміз. Өзіміздің ауданымыздың көркеуіне және де алдағы уақытта жасыл желекпен көркейіп әсемденуіне өзімдік үлесімізді қосқымыз келеді. Жасақ сапында еңбек ету жастардың жаз бойы кәсіп үйреніп және қаражат табуына сеп болмақ. Ал ең бастысы туған жердің көркеуіне сөзбен емес, іспен үлес қосулары. Рауан Дәли, Дәурен Қажиахметов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.